еңбекқор деген ол әркімге қолың жай жүрмейсің, тіленші болмайсың. Өз наныңды өзің тауып жейсің. Еріншек ол ата-ананың мойнына ауыр жұмыстарды артып қою. Бұл Қайраттың ұстанымы. Бұл баланың есімі Қайрат. Ол Қызылорда облысы Жалағаш ауданындағы алыс ауылда тұрып жатыр. Кішкентайынан еңбекті серік еткен. Оның дамылдап отыруы сирек. Қол еңбегімен қоса сабағын да қатар алып жүреді. Жақсы оқиды, қазақша күреспен шұғылданады. Арманы? Оның үлкен арманы бар. Оны бағдарлама барысында өзі айтар. Оның бізді еліктірген ерекше қасиеттерінің бірі ойы ойып, іс тігумен айналысу еді. Асықпа. Болдың ба? Болдым. Сен маған теңіз ба? Далаға шығып келейін. Сыртқа шығып кетейін. Аяқтаймын. Жаңа көңіл. Папа, ол тігіммен айналысқанын атады. Сосын осын мейірімді, ақ көңіл. Біреу пападан бірдеңе сұраса, папа бірден бере қояды. Папа сондай ақ көңіл адам. Ал мама да ақ көңіл, мейірімді. Өзін сыпайы, папа да сыпайы. Папа қаталдау, ал мама болса жұмсақтау. Қайрат ата-анасын байлығым деп біледі. Ата-анасы балаларын бар игілігі санайды. Бұлардың кішкентай ғана үйлері ұядай жылы, күндей шуақты. Төтен келген қиыншылықтар да, оқыс соққан тағдырдың дауылы да шаңырақ астындағы шаттықты жұлып кете алмайды. Себебі мұнда адал көңіл мен тынымсыз еңбек басты бағдар саналады. Маған тапсырып кеткен жұмысты аяғына шейін атқарам. Мен ол жұмыс бітпейінше мен сол жерден кетпеймін. Түн болсын, кеш болсын, обед болсын, сол жұмысты бітірмей кетпеймін. Балдар тамақ, өзің ойнай бересіңдер. Сабаққа бару керек. Жаман апай. Жақсымсыңдар. Әкең үйде ме бала? Үйде. Тапсырыс қабылдап жатсыңдар ма? Көрпе-көрпе. Қабылдап жатыр. Тапсырысты неше күнде бітіріп жатсыңдар? Қайтамын, әкем біледі ғой. Жақсы балам онда. Қайраттың достары көп. Өзінің аз ғана бос уақытын достарын арнайды. Қайратты ерекше жақсы көретін досы Нұрдәулет.
тіпті мұның іс тігуіне қызығушылық та білдіріпті. Мазақтап өйтпей қайта маған ою сызуды үйретші дейді. Нені армандайсың? Мен ба травматолог болуды. Неге? Өткені папамның аяғы да мамамның аяғы да сынып қалған. Екеуінің аяғы ауырса мен емдеп беремін. Бір жағынан жүреді, әйтеуір көмектеседі, қарайды, қызығушылығы бар ғой, бала ғой. Соны қызығады, не қылады, мен де бір жағынан тігейінші деп. Мен оның тіккен несін бұрын осындай тігіп болдым да, анаяққа шама белім жазайыншы деп жатсам, машина дікілдеп жатыр, тік, машинаны кім тігіп жатыр деймін. Келсем, мына жерде шалбардың балағын қысқартып өзі тігіп жатыр. Үйімде көріп жүрген ғой, машинаны қалай қосылады, қалай не қыладың соны. Сен анаяқтан жүгіріп келсем, сен өзі машина шалбардың балағын қайырып, тігіп, сөйтіп алып жатыр. Күресесің бе қайрат? Иә? Иә? Қалай ойнайсың, жеңесің бе? Білмеймін. Қайтпа шақырып өтсін. Бұқа, Бak. Basta. Taze cins. Неге звондайсың, жылайын мен бәрі. Неге звондайсың? Қандай музыка тыңдайсыз? Апаш деген. Көңіл күйің қалай? Көңіл күйің қалай? Көңіл күйім түсті. Неге? Барын жеңіп қаласың. Иә, өмір күрес. Бірде жеңер, бірде жеңілер. Ал қайраттың жеңісі, үлкен жеңісі алда. Біз оған кәміл сенеміз. Оны қайрат та жақсы түсінеді. Әзірше сол болашақ жеңіс шығын бағындыру жолында еңбектене бермек. Апа! Ал балам. Кешегі заказымызды ақпен. Наурызың құттасын. Ой, жақсы балам. Рахмет. Кешегі тапсырысты беріп жіберді ме? Иә. Өте жақсы шыққан екен.